Мынау дүниені өзім көзбен көрген үшін бүкіл саяхат у жақта алып тұр ғой. Екінші рет келдік Қарабақстанға, и осы дәстүр сақталғанда. Бұл өте маңызды бір құндылық. Балық аулауға болады, суға түсуге болмайды. Бұл қай жер? Тамақтан кейін обязательно тамақ ішу керек деген ереже бар. Көп берге, Алхамның бәрәкәтін берге, Құлпалланың қуатын берге. Осыдан кейін қалай Қарабақстанға келмейсің? Келе бергің келеді, келе бергің жоқ. Вообще солай. Леген кафеге келіп қаш жемесең болмайды дейді. Міне Қарабақстанға сапарға аттанудамыз. Мен ойымша қызық болады деп ойлаймын. Вангую танымайтын адамдармен танысып, бауырлық кетеміз. Осының алдында да бізде Бека бауырымыз таныстырған Ғафур деген, Сейілхан деген браттар 2 жыл бұрын танысқан едік, кәдімгі бауырлық кеттік. Сол сияқты Қоңыратта, Бируниде өте жақын бауырланып пайда болады деген үміттеміз. Әрдайым жолын қолдаңыздар. Ал міне келдік біз Қарабақстанға. Негізі кешке Қарабақстан өзгеше екен аэропорт. Күндіз нүкіс вообще басқаша. Прям білмеймін, көзім или біз өткен жолы көктемде келдік қой. Ал осы жолы біз күзде келіп жатырмық. Сол үшін ба вообще басқаша көрініс әдемі. 2 жылда бірақ көп дүниеде өзгерген сияқты. Әрбір қазақстандықтың армандарының бірі ол тренировка ғой. Енді қалай күтеді деген көп адамдар уайымдайтын шығар негізінде. 2,5 почти 3 жыл бұрын келген кезде дәл осылай күткен. Қазір Ғафар ағалар Алла разы болсын осылай келіп дастархан жайып аэропорттан түстік. Қуырдақты басып алып, дальше Қожеліге қарай басамыз. Аға жаңа мынау қай жердегі канал? Дұрыстап қара. Балық аулауға болады, суға түсуге болмайды. Бұл қай жер? Самолет кеш келді ма? Самолет кеш келді. 4:30-да шықтық бәрі. Қазір біз Қожелідеміз. Сәл үлгермей қалдық, енді самолет кеш түсті, не қылды? Келін түсіру рәсімін көрсетеміз ба деп едік, енді оны может басқа видеода монтаждап көрсетеміз. Қазір біз Қазақстаннан таныс Құдырет ағаның үйіне келдік. Құдырет аға қанша күн тойлайды сонда маяқта той? 1 күн, 2 күн келін келеді. Келін келгеннен кейін құдалықтар бәрі өтіп болғаннан кейін келін келеді. Уже келін келген ертеңесіне келінді іш бұйыру марасымы болады да, жұмсап нетіп başlayып жұмыс үйретеді. Келін салам болады қоншыларға, нелерге, шөлде кім іштіра кетсе, шылардың бәріне келін саламдар болады. 2,5 жыл кейін кезде Тақтакөпірде осындай рәсім болған. Енді ұмытып баратқан дәстүр ғой. Біз кезінде құятын едік. Қазіргі жастар бізге олай құймайды. Кел врачқа қол жуып жүрейік. Сіз сүйдің бар екен, ә? Мен шуға Осы нәрсе бар, короче. Мынандай нәрсе негізінде сәндікке қоймайды. Осындайға арналған ғой, по идее. Ой, бақытты айналайын. Екінші рет келдік Қарабақстанға, и осы дәстүр сақталғанда. Бұл өте маңызды бір құндылық. Білмеймін, айва деген естігем, бірақ көрмегем ше. Енді көптеріңіз білесіздер, білмейсіздер, білмеймін. Мынау қазір ағашта өсіп тұр, көрсем қалай өсіп тұрған. Дәмі негізінде жеуге қатты келе бермейді дейді. Палауға, походу, ненің орнына қосады ғой деймін. Аппетайзер дейді ғой, дәмдеуіштердің орнына. Сәбіз сияқты, басқа сияқты, бірақ көрейік жеп. И вареньеге жасайды екен. Тема сияқты? Білім алушы Қытайдың түбіне барсаң да ақталады дейді ғой. Мынау дүниені өзім көзбен көрген үшін бүкіл саяхат у жақта алып тұр ғой. Достар, тамақтан кейін обязательно тамақ ішу керек деген ереже бар. Жаңа кішігірім плов жеп алдық. Енді гөшпен үстінде голубцы басайын деп отырық қой. Ортада айваны тығып жібердік шамалы. Ажағы баста. Көп берге, Алхамның бәрәкәтін берге, Құлпалланың қуатын берге. Şu azamatlarının бақыт жатмағай, дәулеті қайтмағай, ырысқан нәсибелері мол болғай. Алла Таалам һәммәгә жол беріп қойғай. Бала шағаларыңыздың әлінде аман жүргейсілер. Кәсбіңізден камал тауып жүргейсілер. Біздің Өзбекстанымызға кеп тұрыңлар қайта-қайта. Досымыз, ағайымыз, Құдайым бақытлы, дәулетлі, бала шағаларыңыздың әлінде, аналарыңыздың әлінде аман жүргейсілер. Һәм уақыт жолыңыз болып жүргей. Қыдырдарғай жолларыңызға. Аумин. Алла Таала күш қуат бер. Құдайым мына кабаларды ұстап, соқалларым мына ұстайым балам. Болды. Құдайым аман жүргейсілер. Тап болғанларына Құдайға шүкір. Қонақлар қадамыңызға гүл бітсін.
Мен Азантай. Мәссаған. Екінші рет ұжым. Мен қаралбасына шықпайтын сияқты. Міне жұма біз екінші рет келіп жатыр, есінде. Алдындағы фрагалар кигізді, енді Құдірет ағалар кигізіп жатыр. Апа, көп-көп рахмет тағы да сізге. Негізінде бұл өте маңызды құндылық ше, бұны вообще біз ұмытпауымыз керек деп ойлаймын. Осыдан кейін қалай қарабастана кимейсің? Короче, қожайын келдің, мен сияқты аяғың тізең волейболдан сырқаттанып алған болсаң, суставтарға обязательно не керек? Кальций керек. Сол үшін Легенд кафесіне келесің, таза хаш бер дейсің ғой. Хаш деген негізінде енді қожайынға келіп, қожайын мантысы бар, қожайын шашлыгі бар деп екенін білесіздер. Одан кейін мынандай бір керемет Легенд кафеге келіп хаш жемесең болмайды дейді. Мынау мен сияқтыларға арналған ғой, сіңіріліп прям проблема шыққандарға. Бисмилля. Мынау действительно тұз бен дерзкий ғой.